Бәріңе сәлем достар, сендермен бірге мен Дейлин достар, қалайсыңдар, бәріңе сәлем. Және де көріп тұрғандарыңдай GTA-дан алғашқы веб видео деп айтсақ та болады. Жоқ, алғашқы емес, екінші видеомыз. Короче, достар, бүгін бізде өте қызықты идея болайын деп тұр, өте қызықты видео болайын деп тұр. Так, короче, бүгін достар, мінекей, так, мен еще достар сразу айтып кетейін. Мен GTA 5 радымен мой дом кіріп серверіндемін. Еще давайте бәріміз кіріп кетейік. Описаниеда ссылканың бәрі бар, жазу, бастыру и промокод достар. Ойынға кірген соң обязательно F2 кнопкасын басамыз достар. Үстінде промокод деген бар, мына сол жақ үстінде, и осы жерге Дейлин деген промокодты жазсаңдар достар, сендерге 100 000 рубль бонус беретін болады. Осы жерге жазып активировать етсеңдер, сендерге 100 000 рубль бонус беретін болады. Бүгін не істейміз достар? Бүгін бізде өте керемет идея, яғни достар, бүгін біз искусственный интеллектпен достар GTA-да казино ойнайтын боламыз достар. Сразу айтып кетейін достар, казиноға ешқашанда жоламаң. Ну, ойында ойнасыңдар болады әрине, бірақ та өмірде жоламауларын сұраймын достар. Және де мэрсімді мен деген серый цветке бояп тастаған болатын, көріп тұрғандарыңдай. Достар, мінекей бүгін мен осындай искусственный интеллектен чат GPT арқылы көретін болам. Яғни казиноға қандай затқа тігем, қандай рутина, қандай дюжина, қандай числоға ақша тігейін, соны ойнап жатқалатын боламын достар. Бақшы көріп тұрғандарына мен деген қазақ банкіне кірген болатын тұрғанға. Так, опа, все кетіп достар, болды кетіп қаламыз. Мынау что-то маған тескісі келіп тұрау дейме. Так что кетіп қалайық дейсіз. Так, все, ременді пристегнут етеміз. Мынау менің артымнан келді ма, что-то неге менің қасыма келіп тоқтады екен деймін да достар. Все, қашамыз. В общем, банданың адамдары болса, ярекет докопаться етіп мені тонағысы келетін болады достар. Так, біз қазір достар казиноға қарай баратын боламыз. Бүгін бізде 465 000 рубль бар. Яғни менде қалған бүкіл ақшам сол достар. Бүкіл ақшаның бәрін қойып тастаған соң, короче. Так, енді достар біз қазір Южныйға баруымыз керек. Мен GPS қойып алайын. Бізде Южный мына жақта достар, мінекей казино. Өзі бізде бірақ казино картада Южный жақта, қазір осы жаққа баратын боламыз. Мен метка қойдым ба? Так, метка қоямыз достар. Все, метка бар. Ендеше достар кетті. Короче, мен қазір тікесінен басып, в общем, трассаға шығып кетуім керек қой қазір Южный жаққа. Ал искусственный интеллекттің достар бізге қанша көтеріп немесе қаншаға біз құлататын көретін боламыз. Яғни көтереміз ба или плотно қадаламыз ба көретін боламыз. В общем, может быть, бүкіл ақшаны тігетін боламыз достар. В общем, так, менде бензин бар ғой да, все, бензин бар екен, заправка керек емес. Все, кетіп достар, Южныйға қарай кетіп боламыз. Мынау деген. Саған маған тиіп кеттің ғой. Так, қазір енді мен ат шықпа салайық, менде пистолет жоқ просто. Айтпақшы достар, көп тұрғандарына менде GTA-да ерекше графика болып тұр. Ал егер де сендер бұндай графиканы қалай қою керек екенін білмесеңдер, бұндай графиканы Network Graphics-пен қоясыңдар. Екінші графика қойғыларың келсе, бірінші Network Graphics деген сайтқа кіреміз, оның бәрі описаниеде болады. Осы жерде скачать бесплатно дегенді басып жаздырып аласыңдар. Бұл жерде тек қана графика емес, әртүрлі модтар, дополнение, графика және скин деген сияқты заттар бар. Network Graphics'ты установить етіп жазып алғаннан кейін, осы жерде графика бөліміне кіресіз. Олар болса платный, олар подпискамен және мінекей мына экранда шығып тұрған промокодпен сендер бір айға менің атымнан тегін подписка ала аласыңдар. Менің қолданатын графикам бұл Natural Vision Remaster деп аталады. Осы жерге кіріп жай ғана установить етіп аласыңдар. Жаңа айтқандай, бұл жерде тек қана графика емес, әртүрлі скиндар, ойында әдемілейтін әйтеуір керек заттардың барлығы бар бұл жерде. Ал промокодты қалай активировать етемізді, мына жердегі настройка кіреміз да, активация кодаға тез жазып жүрген промокод тек қана бір адам жаза алады. Так что тез жүргерейік достар, тек қана бір адам жазып алады. Ал все, біз деген казиноға кеп қалдық достар, казиноға кеп қалдық. И все, давайте достар машинамызды бүйтеміз. Сүйік достар машинаны, и қазір машинаны парковке қойып қоятын боламыз. Так, опа, добавить. Давайте примерно достар жарты саатқа қойып, көріп тұрғандарына номерін 362 ата деп қойған болатын достар. Жарты саатқа қоямыз осы жерге. Все, енді кеттік казиноға кіретін боламыз. Бізде 460 000 рубль бар, короче, кеттік соған ойнайтын боламыз. Так, войти. Кірудің өзі 5 000 рубль, еба, не деген қымбат достар. Так, давайте достар, бірінші искусственный интеллектсіз өзіміз ойнап көрейік. Мына жерде мына затта қанша ұтатынымыз тексеріп, кәнекей. Так, давайте крутить. Давайте бір рет крутить етейік. Бұл жерден ұту шансы бар ма екен достар? Ұту шансы бар ма екен көретін боламыз. И мен ұтылып қалдым достар. Давайте ставканы көбейтеміз. И все, тағы да айналдырамыз. Так, ұтамыз ба, ұтпаймыз ба? Значит, вообще ұтуға бола ма екен? Саған ұтылып атыр қошым деген мұнда ше. Давайте тағы бір рет айналдырамыз ба, болды достар, кететін боламыз.
уже артық кетіп бара жатыр деймін да. Опа, жеті, тағы бір жеті. Ой, все, достар, значит, мен уже неше ақша ұтылып қалдым. Нифига ойнаудың қажеті жоқ екен. Достар, бүгінгі видеоның спонсоры BRICSBET компаниясы. Тек оларда спорт пен киберспортқа ең жоғары линиялар. Менің промокодым BRICS арқылы сендер өздеріңіз алғашқы депозитіңе $520 дейін бонус ала аласыңдар. Егер де тек қана жастарыңыз 21-ден асқан болса, BRICSBET-ті кеңес бере аламын. Ссылкасы закрепленный комментарийда. Рулетка и так, жоқ, мына карта ойнамаймын, карта ойнамаймын. Давайте кеттік, чисто рулеткаға барамыз. Мына жерде деген аппақ кәдімгідей. Так, давайте вот мысалы мындай келіп отырайық мына столға. И все. И давайте искусственный интеллект ашамыз. Так, и осы жерге давайте оған айтамыз. От 1 до 3 часы, учитывая 0,0. Все. Бізге 529 дейді, достар, рандомный число 529 дейді, короче, кеттік. 529 болса 529, так, қазір ойнайтын боламыз. Так, давайте битеміз. Так, давайте ставка бізде 100-де тұра берсін, пока 529. Бізде, короче, кеттік, үшеуіне тіккен болатымыз 529-ға. Қазір искусственный интеллекттің бізге қаншалықты көмектесетінін көретін боламыз. Отамыз бекен, вообще соғыс бұлттар. Опа, бізде айналып жатыр. И давайте отамыз бекен, ұтпаймыз екен. По идее, бұл жерде негізі барлығы рандом. Бірақ көреміз, сонда да қызық бұлттар искусственный интеллектпен қаншалықты көтеретінімізді. И қаншалықтысы 20 жоқ, түскен жоқ. Шым отылып қалған болатынбыз, давайте тағы да айтамыз. Назови. Так, 18, 6, 31 дейді, кеттік. Мәссаған мен тупой сияқты басқа жерге бас жерім. Давайте 18, так, 18, 6 и 31 деді, қателестім да, 31 деді. Қазір қайтадан қарай жібейік. Достар, 31 деді. Так, бізден ашты қателікпен 21-ге тіріліп кетті. Ладно, достар, ештеңе етпейді деген ойдамын. Кетті көретін боламыз. Осы жолы ставка өтеді деген ойдамын. И бізде 27 жоқ, достар, нифига отқан жоқпыз. Так, ладно, ставка ешқайсысы кірмеді. Давай, тағы да. Давай, 5 рандомный цифр айтшы маған. 5 рандомный цифр айт. Так, все, достар, кетті. 5 рандомный цифр айтсын бізге мына шеттегі зат. И бұл бізде 27, 12, 3, 35, 19. Так, тоқтаң, достар. Бізде мына жерде бір ставка өз-өзімен тігіліп кетті. Ладно, күте тұрайық, айналып кетсін. Достар, 27, 12, так, 27-ге тігеміз. Так, и потом 12, 3, 12, потом 35 и 19, и 19. Так, все, достар, тіккен болатынбыз. Бізде искусственный интеллекттің айтуы бойынша тіктік. Кәнке көретін боламыз енді, мүмкін өтіп қалар. Қазір қанша тұратынымыз көретін боламыз. Пока бізде ақша бар, пока ақша шүкіршілік, ақша бар. Кеттік ал көреміз. Демеген бізде искусственный интеллект, по идее, осы жолы түсетін сияқтымыз, как будто тұтатын сияқтымыз ше. И қаншаға түсті? 7-ге, Так, біз искусственный интеллект қайтадан айттық. И ол бізде 9, 24, 15, 32, 5 тұстар. 9, так, 9, 24, так, 24, 15, 32, так, 15, так, потом 32 и 5 дегенді айтқан болатын. Все, достар, ставканың бәрін тіктік. Енді көреміз, осы жолы өтем екен. И қаншаға түсті? 17. Опа, 17. Айдеттік, достар, 17-ге түсті. Достар, 1800 рубль ұтқан болатымыз. Неше ақша қаптық, достар? 1800 рубль қаптық. Давайте ставканы көйтіп бастаймыз, достар. Так, искусственный интеллект бізде дюжин айтты, яғни ол бізде қараңдар. 13-тен 24-ке дейінгі дейді. Ендеше бізде 13-тен 24-ке дейінгі ол бізде второй ряд, 2-ден 12-ке дейінгі екінші ряд, достар, сошке тігетін боламыз. Қазір қараң, мен ставканы көбейтем. И, достар, мінеке осы 13-тен 24-ке дейінгі осыған тіктім, достар. Все, кеттік, көретін боламыз. Мүмкін өтеді, мүмкін өтпейді, көреміз, короче, деген. Так, көрейік. 13-тен 24-ке дейінгіге тіктім. Ал, күтеміз.Айды искусственный интеллект бізге көмектесу керек, достар. По-любасы ұтуымыз керек. Маңдан бен минусқа кетіп жатыр. Минусқа өте көп кетті. Бір рет ұттық, достар, сонда ақша. Бір рет ұттық. Бірақ біздің минусқа кеткен ақшамыз одан көбірек. И бізде қанша түсті? О, бізде 0-0, достар. Ой, бұл жасыл түсті. Ладно, қайтадан искусственный интеллектті жазамыз. Назови случайную дюжину.
Бізде достар, ол бізде екінші ма, жоқ, үшінші номер дейді, яғни 25-тен 36-ға дейінгілер дейді. Ой, мен случайно бір штеттік жердім ау деймін да. 25-тен 36-ға дейінгі, ол бізде үшінші ряд екен достар. Так, күтетім, мен мына жерде случайно ставка тығып қойдым, так что ол өтіп кетсін. Так, келесі бізде мінекей достар 25-тен 36-ға дейінгіге тіктім, яғни үшінші номер ол бізде. Все, мінекей 3 ерді 12 деп тұр, яғни бұл бізде үшінші ряд. 12 цифры бар ішінде, мінекей достар 25-тен 36-ға дейінгі. Қазір көретін боламыз, мүмкін ұтып қаламыздар. Мандым 500 рубль етіп, пока минустамыз, 6000 рубль, жоқ 5000 рубль минустамыз. И достар, мына жақта бізде қанша түсті? Так, мына светтен көрінбей тұр. 22, так, 22, ой, жоқ достар, өтпей қалды. 22 өтпей қалды, давайте тағы да. Искусственный интеллектке зат қыламыз. Так, назови случайно дюжины дейміз. И қазір көретін боламыз, ол бізге қандай заттар айтатын. Бірінші номер, яғни 1-ден 12-ге дейін дейді. Кетті, 1-ден 12... Ой, бұл случайно тіріліп кетеміз. 1-ден 12-ге дейінгі қоямыз, мінекей 1000 рубль қойдым. И қазір көретін боламыз, 1-ден 12-ге дейін осы жолы чет түсетін сияқты ше. Шешіп тұрмын, қазір түсетін сияқты достар. Ал достар, айналып жатыр. И давай, достар, чисто минусқа кетіп жатыр ше. Осы жолы отып кетсек тема кететін еді. И бізде қанша түсті, так, 13 достар, 13. Ой, ё-май, тағы да бір рет өтіп кете қойды ғой достар. Ұтамыз, отпаймыз. Так, достар, мен мұнда назови случайный столбик деп жаздым. И бізде 2, 5, 8, 11, общем, сол қатарды айтқан болатын. Так, давайте кеттік ал екінші қатарға тігетін боламыз. Ол, иә достар, осы бізде 2, 5, 8, анау деген, ол бізде мінекей мына екінші қатар, осы жерге тіктім. Все, кеттік ал айналады достар, көретін боламыз. Мүмкін повезет. Так, қанша түсті достар, мына жерде бізде 26 ма, 26, по идее достар, оттық бір став кірген сияқты 1000 рубльға. Иә достар, 3000 рубль ұтқан болатымыз, бір ставкымыз кірді біздің. По-любому біз минустамыз. Давайте менде мынандай идея болып тұр. Назови, так, қараңдар, мен қазір искусственный интеллектке жазып жатырмын. Назови, қалай еді? Случайный столбик и дюжины дейін достар, и дюжину. Кеттік жазамыз. Так, бізге қандай столбикті айтады? Үшінші, так, 3, 6, 9. И бізде дюжина, ол бізде 13, 14, анау деп кетереді дейді. Жоқ достар. Номер 2 дейді. Дюжина номер. Все достар, все түсіндім. Ол бізге, короче, мына жақта үшінші столбикті айтты. И екінші дюжинаны айтты достар. Қазір айналдып көретін боламыз. Соны менде вообще, так, мен гтаны алмаппын ғой достар. Ал, кеттік достар, көретін боламыз. Ставканы көбейтеміз 5000 рубльға. Так, бізде мына жақта осы столбикті айтты достар, 3, 6, 9. И мінекей мынаны айтты достар, 13-тен. Вроде достар, осыны айтты, ода, иә достар, осыны айтты. Нормально достар. Екі ставка тіктік 10 рубльға. Вот 13-тен 24-ке дейінгі деді. И үшінші столбикті көретін боламыз. Қазір айналып жатыр. И осы жол кіріп кететін сияқты. Мана достар, 2 рет ұттық айтыр, бірақ та сонда да достар, мен әлі минустам уже неше. 10 рубль ма минусқа кіріп кетті достар. Қанша түсті, қанша 20, так, 20 өтті достар, бір ставка кірді. И қанша ұттық достар, и 15 000 рубль ұттық достар. Ну, сондағы достар, неше 10 000 рубль плюстамыз. Давайте тағы да сөйтіп айтайық достар, мынаған назови случайный столбик и дюжину дейміз достар. И ол бізде қазір қаншаны айтады екен. Конечно, так, столбик номер 1, так, и все достар, бірінші столбик и дюжина 25, 36. Все достар, түсіндім. Бұл бізде түсіндім достар. Кетті, короче, бұл бізде достар, мына үшінші ряд 25-тен 36-ға дейінгі. И первый ряд достар. Все, тік. Мен ставкым достар, қойып үлгермей қалдым, бізде колесо айналып кетті. Қойып үлгермей қалған болатын. Ладно, келесінен қоятын боламын. Қанша түсті, 10 түсті, жоқ. Не повезло достар, не повезло. Так, бізге не повезло, кетті, короче, бізге, значит, первый ряд деген болатын, все первый рядқа тігеміз. Ал енді күтейік, осы жолы ставкымыз кіреді деген ойдамын. Сливать етіп отыр ақшаң бәрін. Ал кәнекей жібер аттың басын, кәні. Так, ұтатын уақыт келді, ё-мое достар.
Так, отамыз қазір қараң, қазір отамыз. 1, 4, 7, 10, 13, анау мынау бәрі біздікі. И бізде 30-ға тыстыманы достар, ұтқан жоқпыз, нифига ұтқан жоқ. Давай достар, мен қазір өзімнің ходыммен көргім келіп тұр, яғни 1-ден 18-ге дейін немесе 19-дан 36-ға дейін. Қазір менде мынандай идея болып тұр, қазір қанша түсті? Бізде 16 түсті, ол бізде 1-ден 19-ға дейін кіреді. Енді достар, келесі 19-дан 36-ға дейін кіреді түсуі мүмкін. Так что, ставканы қай жаққа тігіліп кетті. Так, 1-ден 36-ға дейін тігеміз. 15 000 рубль ставка кетті. Максимальный кірдігі ал достар. Ұтайықшы, пожалуйста, не өкпетті. Түсті қанша? 19 ба? 31 түсті достар. 31 түсті ұтқан сияқтымыз. Достар, 2 ставкында кіріп кетті. 65 000 рубль. Что, достар? 65 000, 37 000 рубль плюстамыз. Ойлаңыздар, 1-ден 19-дан 36-ға дейін, и достар, 31-дің өзіне тіккен болатым, екеуі де дәл келді достар. 65 000 рубль, общем, ұттық, бірінші қатардан, и екінші рядтан түссе, достар, кәдімгідей ақша көтерейін деп тұр. Қазір деген, ал айналады достар, бізде қазір көретін боламыз, қандай зат түсетін. Ал кетті, жібергеніке достар. Қанша түседі екен қазір көретін боламыз. Давай, солнышко, давай. Айналып жатыр, и қанша түсті бізде? 6 ма? 6 достар, поход бір ставка кірді. Бір ставка кірді достар, 30 000 рубль плюстамыз. То есть 20 000, 10 000 рубль дала кетті. 30 000 рубль плюстамыз. И енді қараң достар, мен қазір не істеймін? Мен қазір қараң достар, не істейтінді? Так, қайтадан случайно столбикті айтатын боламыз. Так, мінеке қараң, бізде қазір жазып жатыр. И мен қазір ставканы көбейтемін, 50 000 рубльға. Так, столбик номер 3. И дюжина 2. Достар, айбай, достар. Походу, оттығал деймін. 150 000 рубль оттық, достар. Мәсіған, 100 000 рубль плюстамыз. Өте керемет, достар. 100 000 рубль көтеріп тастадым. Мен достар, естеріңде ма? 460 000 кіріп едім, қазір менде 557 000 бар. Ай, искусственный интеллект, жаным, кәдімдегі мен. Давай тағы маған бір любой дюжинамен столб айтшы кәнекей. Так, давайте қазір бізге любой дюжинамен столбик айтсын. И ол бізде столбик номер 1, яғни 1-4, достар, 100 000 рубльден тіретін болам. Столбик 1 и дюжина 3, достар. Бір түсі, достар, пайди кірді, ставка кірді, достар. И біз тағда плюстамыз 600 000 рубль бар бізде, общем. Так, все, болды, достар. Осы жерден қоям, мен казиноға келдім, 130 000 рубль көтердім искусственный интеллекттің арқасында. И көріп тұрғандарыңда плюсқа кеткен болатын. Жоқ, 140 000 рубль плюсқа кеттім казиноға келіп. Вот, достар, осында искусственный интеллекттің ақша көтеруге болады екен. Үлкен ставка тігіп, достар, екі қатардан дюжинамен, яғни дюжинамен столбик тіксең, достар, нормально көтеруге болады екен. Так, шығатын жағаяқтан. Я, достар, мінеке бізде осындай видео болған болатын. Видео ұнаса обязательно лайктарын басың, каналға тіркелің, бәрін Радмирға кіріп, менің промокодым дейлейінді жазуды ұмытпаң, достар. Осындай видео болды. Искусственный интеллектпен ақша көтерген болатынбыз. Сіздерге видео ұнады деген ойдам. Ендеше сау болыңдар, достар.